Ерте заманда байлығы тасып жатса да, жүрегін мұң басқан бір патша өмір сүріпті. Өйткені оның перзенті болмаған екен. Бір күні патшаның жары жыланның тіліне жерік екенін айтыпты. Қуанышқа бөленген патша жар салып, кім Афита әб жыланның тілін әкелсе, қарындасымды беремін, депті. Сол үміткерлердің ішінде жылан терісін жамылып туған жігіт Азу бар еді. Ол сахараға аттанып, жолдағы адам сүйектерін көріп, бұл сапардың қаншалықты қауіпті екенін түсінеді. Ордаға жеткен Азу жыландарға тез сіңісіп, Афита әб жыланның аспазы атанады. Масаң тартқан бір сәтте жылан патшасы жаның қолындағы сақинада екенін айтып қояды. Осы сырды білген Азу оған ұйықтататын дәрі қосылған тағам береді. Афита ұйқыға кеткенде сақинасын қақ бөліп, тілін кесіп алып, түнде қашып шығады. Еліне оралған Азу патшаға жыланның тілін тапсырып, патшаның қарындасына үйленеді. Ал патша жары көп ұзамай ұл көреді. Той болады. Бірақ тойға Азу ізінен қуып жүрген бір жылан да келіпті. Кегін ұмыта алмаған ол Фрита әб жыланға хабар жеткізеді. Фрита түн ішінде патшалыққа келіп, бесіктегі сәбиге жақындайды. Дәл сол кезде баланың анасы кіріп қалып, жалбарынып былай дейді: мен де анамын, сен де ана сүтінен жаралғансың. Егер балама қастық қылсаң, сені сүттің күшімен тоқтатамын. Осылай деп, қазандағы сүтті жыланның үстіне құяды. Сүт тиген бойда жыланның уымен күші жоғалады. Есеңгіреп, кері бұрылып кетеді. Содан бері жылан атаулы сүтті көрсе, айбатын жоғалтады екен. Үйге кірсе, басына ақ құйсаңыз, жолынан қайтып шығып кететіні содан қалыпты.